Білімпаз кезет сайтының балаларға арналған аудио кітапханасы. Прейсон. Онға дейін санайтын лақ. Ертеде аң құстар, жануарлар бірге тұрып, бір тілде сөйлеп, балалары бірге ойнап, тату-тәтті өмір сүрген екен. Солардың ішіндегі бір ақ ешкінің кішкентай ерке өте ақылды баласы оқып жүрген ағаларынан санауды үйреніп алып, қуанышы қойнына сыймай жүрді. Бір күні лақ су ішуге көлге келіп, суға еңкейіп, өзінің бейнесін көреді. Орнынан қозғалмай, судағы түріне тесіле қарап, көп уақытқа дейін тұрып қалады. «Бір!» деді кішкентай лақ. Бұл сөзді қара ала бұзау естеді. Ол көгал жерде балғын шөпті жұлып, асықпай шайнап, жайылып жүрген. «Сен не істеп тұрсың?» деп бұзау лақтың қасына жетіп барды. «Мен өзімді санап алдым. Сені де санауға бола ма?» «Егер еш жерім ауыртпасаң, санай ғой», деді бұзау. «Ол саған ауыр болмайды. Сен тек қана қозғалмай тұршы. Әйтпесе мен санай алмаймын». «Ой, маған апам рұқсат бермейтін шығар, қорқамын», деп бұзау бұлдырлап шегінеді. Оған қарамай, лақ жанына секіріп барып, санауды бастайды. «Мен өзім 1, сен 2, 1, 2, ме!» «Апа!» Бұзау аянышты күйде ыңырси бастады. Баласының жанына қоңырауын сылдырлатып, сиыр жетіп келді. «Мө, не болып қалды?» «Мені лақ санап тұр», деп бұзау наразылығын шешесіне білдірді. «Санау деген қандай пәле, мө?» деп сиыр ашу шақырады. «Мен 10-ға дейін санауды үйрендім. 1 ол мен, 2 ол бұзау, 3 ол сиыр. 1, 2, 3 деп лақ санағанына мәз. «Ой, көрдіңіз ғой, ол сізді де санап жіберді», деп өкіріп шыға келді бұзау. Лақтың өзін қосып санағанын енді түсініп, сиыр тіпті қатты ашуланды. «Мен саған көрсетемін, қарашы мынаның бізді мазақтап тұрғанын. Кәне балам, лаққа сазайын тартқызайық». Ақ лақ қатты қорқып, секіріп қаша жөнеледі. Лақтың артынан қуып, сиыр мен бұзау өңкеңдей жөнеледі. Жақын жерде өгіз жайылып жүр екен. Өзінің өткір мүйізімен топырақты қазбалап, шөптің шоқ тамырын қопарып, зерігіп жүреді. Лақ, бұзау сиырды көре сала алдарынан шығады. «Мына шолақтың артынан неге қуып келе жатырсыңдар?» деп сұрады ол жуан даусымен. «Ол бізді санап жүр», деп бұзау бақырды. «Мө, бірақ біз оны ұстап аламыз», деп сиыр мөңіреді. Ақ лақ бой бермей тағы санауға кіріседі. 1 ол мен, 2 ол бұзау, 3 ол сиыр, 4 ол өгіз. 1, 2, 3, 4. «Ой, өгіз аға, енді лақ сізді де санап шықты», деді жыламсырап бұзау. «Жоқ, бұл лаққа текке кетпес», деп өкіріп, өгіз басқалармен бірге лақтың артынан қуды. Олар қара жолдың шаңын шығарып қуа жөнелді. Жолдың жиегінде жылқы жайбырақат жасыл шөпке оттап жайылып жүр екен. Дүбірді естіп, бұрқырап көтерілген шаңды көріп, жылқы алыстан айқай салды. «Мынау не асығыстық? Біз лақты қуып келе жатырмыз», деді сиыр ентігін баса алмай. «Лақ бізді санап жүр», деп зарлана бастады бұзау. «Лақтың бізді санауға ешқандай құқы жоқ. Уф, мө!» деп күрілдеп шықты өгіз. «Санау деген не екен? Лақ оны қалай жасайды?» деп жылқы қызығушылық танытты. «Тіпті оп-оңай,
«Қараңдар», деді лақ. «1 ол мен, 2 ол бұзау, 3 ол сиыр, 4 ол өгіз, ал 5 ол жылқы. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, енді лақ жылқыны да санап шықты, деді бұзау. «Әй, оңбаған, тоқтай тұр», деп жылқы кісінеп лақтың артынан шаба жөнелді. Жолдың шетінде қашада үлкен семіз шошқа ұйықтап жатқан. Жануарлардың аяқтарының дүрсілі шошқаны оятып жіберді. «Қорс, қорс, қорс, барлығы қайда кетіп бара жатыр?» деп әуесқой шошқа орнынан түрегелді. Тұмсығымен қоршауды жапырып жіберіп, ешкімнен қалғысы келмей, шошқа да бүйірі бүлкілдеп, тоңқаңдай жөнелді. «Біз лақты қуып келе жатырмыз», деді сиыр демігіп. «Ол бізді санап жүр», аянышты күйде созылып сөйлеп бұзау шықты. «Лаққа санауға ешкім құқық берген жоқ». «Уф», деді өгіз күрілдеп. «Бірақ біз оған көрсетеміз», деп кісінеп жіберді жылқы, аяғымен бұзауды теуіп жібере жаздап. «Лақ қалай санайды екен?» деп шошқа достарынан сұрады. «Ол жеп-жеңіл ғой», деп айғайлап жіберді лақ. «1 ол мен, 2 ол бұзау, 3 ол сиыр, 4 ол өгіз, 5 ол жылқы, ал 6 ол шошқа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, шошқа апай, енді сізді де лақ санап жіберді, деді бұзау. «Ал бәлем, мен оған көрсетемін. Санағаны үшін лақ сазайын тартады», деп қорсылдай жөнелді шошқа. Алды-артына қарамай жан ұшыра лақты қуған жануарлар өзеннің жанына жетіп келді. Өзен жағасындағы арнаулы орында желкенді кеме тұр екен. Кеменің үстінде әтеш, төбет, қой, мысық бар екен. Әтеш кеме командирі, төбет лоцман, қой юнга, мысық аспаз. Кеме командирі бір топ жануардың алды-артына қарамай жүгіргенін көріп қорқып кетті. «Тоқтаңдар», деп әтеш айғай салды. Бірақ оған ешкім құлақ салмады. Лақ кеменің үстіне секірді, оның артынан қалғандары да кемеге секіріп мініп алды. Желкенді кеме қозғалып, өзеннің ағысы ыңғайымен ең терең жағына жүзе бастады. Қорқанынан әтештің өңі қашып кетті. «Қоқ, көмектесіңдер, құтқарыңдар, суға батып бара жатырмыз», деп әтеш бақырып жіберді. Барлығы өлердей қорқып, қалшылдап, дірілдеп, үндемей қалды. Ал әтеш қайтадан айқай салды. «Кім санауды біледі?» «Мен білемін», деді лақ. «Онда тез барлығымызды санап шық. Кеме 10 жолаушыдан артық көтере алмайды». «Тезірек сана», деп жануарлар бәрі бірден шу ете түсті. Лақ санай бастады. 1 ол мен, 2 ол бұзау, 3 ол сиыр, 4 ол өгіз, 5 ол жылқы, 6 ол шошқа, 7 ол әтеш, 8 ол төбет, 9 ол қой, 10 ол мысық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. «Алақай, лақ, алақай», деп бәрі дауыспен айғайлады. Аман-есен өзеннен өтіп, жолаушылар кемеден түсіп қалды. Ал лақ санау білгенінің арқасында кемеде тексеруші болып жұмысқа тұрды. Әтешке көмектесіп, кемеге отыратын жолаушыларды санап тұратын болды.